жанайым. Құттықтаймыз. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, номері 19-шы Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназияның 2-ші А сыныбына беріледі. Айтбаев Аман, Тәни Сақжан, Құрбанбай Назерке. Құттықтаймыз. Номері 70-ші мектеп лицейінің 3-ші А сыныбына бас жүлде беріледі. Топ мүшелері Абишев Алмаз, Ысқақов Манас, Сейпиева Амина, жетекшісі Тайжанова Алма Дауылбаевна. Құттықтаймыз. Алматы қаласы, Әуезов ауданы, номері 141-ші жалпы мектептің 3-ші А сыныбына беріледі. Топ мүшелері Мұхаммедалиев Саят, Айтжан Ахмарал, қол жетекшісі Бекебаева Заида Урунгалиевна. Құттықтаймыз. Астана қаласы номері 8-ші орта мектебінің 4-ші Б сыныбына беріледі. Топ жетекшісі Аужанова Гүлден Елтайқызы. Топ мүшелері Ескермеш Жаннұр, Көпбосын Гүлназ, Оралбаева Марал. Құттықтаймыз. Және топ жетекшісі Самуратова Айсұлу Туратовна. Бас жүлде Жамбыл облысы, Тараз қаласы, номері 53-ші орта мектебінің 4-ші сыныбына беріледі. Топ мүшесі Сағынбек Аяна. Құттықтаймыз. Жетекшісі Ермұхамедова Райхан Әмірбекқызы. Әжесімен келген қызымыз. Құттықтаппайық. Бас жүлде Астана қаласы, номері 4-ші мектеп гимназиясының 6-ші Б сыныбына беріледі. Топ мүшелері Тынымбай Жаңарыс, Жұмабек Абдымұхамед, Гүлбай Мағжан, Әуезхан Ақылжан, Акимжанова Айдана. Құттықтаймыз. Топ жетекшісі Алимкулова Ақмара Құрманғалиқызы. Номері 66-ші мектеп лицейінің 6-ші А сыныбына беріледі. Жетекшісі Баймұрзина Орынгүл Амандосова. Қатысушылар команда мүшелері Ахметқалиева Дилназ, Хусайынов Алдияр, Жұмахан Аяулым, Дилдаханова Мөлдір, Хайдарова Жансая. Жетекшілер Дилдаева Қарлығаш Дәулетхановна, Төлеубаева Самал Жақсылықовна, сондай-ақ Аскербекова Алмагүл Агабаевна. Құттықтаймыз. Оқушылар
Құрметті ата-аналар, оқушылар және ұстаздар, бүгінгі мереке өте жоғарғы деңгейде өтті. Мына балалардың қуанышын көру деген не деген ғанибет. Бәрінің көздері жайнап тұрып. Құрметті балалар, жеңістерің құтты болсын. Барлық өмірлерін тек қана жеңіске толы болсын. Келесі жылда тағы да кездесейік осылай Сатылай кешенді оқытудың мерекесіне. Бүгін бәріне рахмет, қуаныштарымен шын жүрегіммен құттықтаймын. Нұршапай, мерекеңіз тамаша өтті. Өте жоғарғы деңгейде. Қанша адамды қуанышқа бөледіңіз. Керемет енді, бәрі тамаша болды, бәрі керемет. Рахмет сіздерге. Кетпеңіз, апай, кісілердің қолын алып, грамотасын беріп тұрасыз. Мен фамилиясын оқып тұрмын. Мақтау қағазы. Молдағалиева Жанар Шүкралиевнаға беріледі. Нұрша Алжанбайқызы Ораза Ақылманың Сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша өткізілген тілім менің бірлігімнің айғағы атты 15 Республикалық ауызша командалық олимпиадасының жоғарғы деңгейде өтуіне белсенділік танытып, өзіндік үлес қосқаны үшін марапатталады. Осындай мәтінмен Табажанова Әлия Мырзахановна марапатталады. Оқушылар қолды қалай шапалақтайтын. Осындай мәтінмен Валиева Майра марапатталады. Қайда ол кісі? Осындай мәтінмен
тамаша. Эмоция қандай? Қуаныш қандай? Тамаша. Рахмет үшін. Бағдагүл Рахымжанқызы марапатталады. Кенжебаева Гүлдарина Мерекебаевна за успешную работу. Орысша енді. Тілін зермеген. Кенжебаева Гүлдарина Мерекебаевна. Олимпиаданың керемет өткізілуіне атсалып жатқан осы кісі. Түнімен күнімен жұмыс істеуде бұл кісі. Мақтау қағазымен Ситалиева Қарлығаш орын қызы марапатталады. Осындай мақтау қағазымен Милкина орынбасар Қуанышбай қызы марапатталады. Осындай мақтау қағазымен Сермағамбетова Бақтыгүл Мұқан қызы марапатталады. Осындай мақтау қағазымен Бергатова Лариса Каримовна марапатталады. Ол кісі жоқ болса, оқушылар кеп алуы болады. Бақаева Қазима Гүлсбекқызына. Қалқанбаева Марфуға Қыдырмолда қызы марапатталады. Қаршығы Сайлаукүл Исламбек. Төлебаева Самал Жақсылықына марапатталады. Абдыкадирова Маржан Ержанқызы марапатталады. Шалва Роза Мелбекқызы марапатталады. Мекебаева Зайда Орынғалиевна марапатталады. Асенова Құралай Ахметовна марапатталады. Асановна Алмагүл Махамедяновна марапатталады. Мана ол кісілердің барлығы болды, бірақ өкінішке орай оқушылардың, шәкірттердің қуанышымен сонымен кетсе керек. Әрине бұл қағаздар ол кісілердің қолына табыс етіледі. Мақтау қағазы Нұршал Жанбайқызы Ораз ақынынан Сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша өткізілген тілім менің бірлігімнің айғағатты 15-ші республикалық ауызша командалық олимпиадасын өткізуге атсалысып, шығармашылық байланыста болған үшін марапатталады. Мұхтарова Есенгүл Мұхтарқызы, апай өз қолыңызды бересіз. Алтынды қазірді боларымыз, бірақ қазақ тілін басқалар арқылы дамыта алмаймыз. Қазақ тілін тек қазақ халқының өзі ғана мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізе алады. Ұлттық тіліміздің мәртебесін,
көтеруге барлық қазақ ортақ күш салуға тиіспіз деп ойлаймыз. Осымен Сатылай кешенді оқыту технологиясының адами капиталды дамытудағы рөлі атты республикалық форум аясында өткізілген Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясында өткізіліп отырған 15-ші республикалық ауызша командалық олимпиадасы өз жұмысын аяқтайды. Қазір беріледі. Келіп қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті мұғалімдер, оқушыларымызды шығарып қалғаннан кейін осы залда жұмысымызды жалғастырамыз.